жанымсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Ордай каналов. Видеоның басыма жетіп сіздердің қолдау, біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Сіздердің қолдаумен жіберсеңіздер болғаны. Және сіздермен бір қуанышымызды бөлісейін деп отыр. Бұл біздің 6000 подписчикке жеткенімізге орай сіздерге рахмет. Осындай бұйырсаңыз 10.000 подписчикке жеткізейік. Алла қаласа бұйырса сіздердің қолдауларыңыз арқылы. Көп рахмет. Құттықтап жатқан жандарға, сіздерге де бұйырса қазақ контентіне жандана берсін деген оймен. Енді бүгін бізде соған орай FIFA Mobile'дан пактар ашатын боламыз. Өте жақсы пактар. Және жинақталған кішігірім осы енді апта сайын өзгертіп тұратын өзінің нелері бар, ойыншылары бар. Енді соларға бұйырса ашып тастайтын боламыз. Барлық жетондарды апта сайын. Және де обмендері бар, обмендердің бәрін ашатын боламыз қазір. Бізде енді бірден бұл жерде қарайтын нәрсеміз, бұл бонусный призи, сол баяғы. Бұл жерде ойыншыларды түсіру, бұл жерде мүмкіндігі аз, бәрібір енді қанша жерден сен ұмтылғанмен осыларға Криштиану Роналдо болсын, Неймар болсын, бірақ та сен күткендей ештеңе болып жатқан жоқ. Шыны керек барлық ойыншы бір-бір 100 төптер берсе, бір-біріне ұқсас ойыншылар. Шыны керек кеше алдында ғана Делани ұстаған едім. Кешегі турнирде уже Делани қайттан түседі. Повтор түсе береді, бір жаман сол екен, қайталанып түсе бергені. Біздер енді осы бонусный призидің бәрін жұмсайтын боламыз. Қазір 500 пактан бірден Криштиану Роналдо шықса өпше қуанатын едік. Енді Криштиану Роналдоны білмем қайдан бұл жерде шығуда бір талай нәрсе ғой. Бұл жерде бірден 1500 самоцвет шығады, және де ең төменгі деген ойыншылар шығады ғой. Сүйін күтпеген мыналарды тек өтірік шығарып қойған сияқты. Мен ойымша FIFA-ның бар ғой, бір алдамшы нәрсе сияқты. Роналдоға түседі деген бір түскенін көрген жоқпын, білмеймін осы жерден. Бір қайтя болсын, бір кімді берсе ғой, бір Маркиньос 105-терін берсе болмайды ғой. Түсініксіз деп ше. Сіздерге қалай түсіп жатырмын достар. Бұл жерде мен ең жоғары рейтингтер түсті деп ойлаймын. Түсіп жатса жазып кетіңіздер төменге барынша. Бұл жерде сол 50.000 монета, 50.000 монета енді бірден сбросить ететін боламыз. Бірден сбросить етіп, жаңа ойыншыларды ұстауға тырысатын боламыз. Кеттік, ал 500 жетон кетті десей деп басамыз да бұл жерде. Көрейік кім шығады екен. Құрған пактар шыны керек. Мынау бар ғой, ойымша ең құрған пактардың бірі, шамалы пактардың бірі. Ешқандай ойыншы түсіп бір ой-ой-ой, Кевин Де Бруйне дейді ғой, Ди Мария дегендерін қуана алмайсың ғой. Басында қуанасың мыналарға енді қазір. Қазіргі соңғы кездерде енді FIFA-ның аяқталатын болғандықтан көп қуана бермейсің. Осы енді бұл жерде тағы бір пактарды ашамыз. Walkout. Бұл жерден көрейік енді не болса да. Бір беріп қалар ма деп. Бірақ бере салуы да қиын нәрсе. Ой, осы да бір қата қалады ғой осындайда. Бір көре ойын десе, көрмей қой деген ғой бізге енді шын керек. 91 фай дейтін ойын шықты. Енді мына жерде енді самоцвет ұстау тағы қиын болады ғой. Сбросить ететін болса, енді бір жағынан қиын нәрсе, ол да қанша жерден болсын қиындық тудырады. Бұлардан енді кім шығады екен? Ең жақсы ойыншылар ғой. Бірақ енді самоцвет ұстау керек. Самоцвет шыға қойса жақсы ғой. Мына жерден елдер Эдерсон дейді. Ол керегі жоқ. Вообще керегі ойын жоқ. Обмендерге бір жұмсайсың, составқа қою вообще керек жоқ. Және де ойыншылардың несіне құртуға ғой тек. Бұл жерде 100.000 монета, Тео Эрнандес па, или Тео Эрнандес сияқты Миланда ойнайтында, қателеспесем. Бұл жерде көрек кім бар тағы да. Бершеш болмайды. Куртуамыз түсті ғой, Куртуа түсіп жүргеннен кейін не болсын. Куртуа түскеннен кейін болды уже. 106 бір бермейді осы бізге. 1500 самоцветі түсті, жақсы.
Енді 1000 бұйырса осы самоцветтердің келесі видеоларды ашатын боламын достар. Бұйырса оған шейін жаңа аптада жаңа ойыншылар шығатын шығар, мүмкіндік болса. Енді бұлардан 106-лардан жоғары андай үлкен түрлері шығады, сондықтан да олар ол жерден де көретін боламыз. Ой, кетші, бұларды қарамайын бар ғой, мына аю қайттан түседі. Қараған келмейді, надан кейін 99 дейді. Не ойын білмеймін, бергісі келмей ма, или жылап қалды ма, бұларды түсінбеймін. Беруге қиналды осы ойыншыларды. Мына жердегі бар, 750-ақ самоцвет дейді. Бірден бір 750-ақ. Соңғы жетондарымды құртайын. Бермейтін ойыншыларын алайын. Білмеймін, 100 түскен жоқ шыны керек мына жерде. 100 түсе салу да қиын болып тұр ғой. Кулибали дейді ғой. Енді көріп отырмын Кулибалиларды. Казахстанский файтер профессиональную боксерскую карьеру Рашимов начал на Республике Алматы в Ал бірінші абмен достар, кеттік. Бұл жерде кім береді екен, қандай ойыншы, әйтеуір 100-ден жоғары рейтингті ойыншылар береді. Ал қай жақтың елі? Ганалық Камерун ба? Қай жақ? БП позициясы дейді. Бұл кім екен? Бұл дейді. 101-ші рейтинг шыққан екен. Камерундық ойыншы екен, жақсы. Достар, екінші обменді шайынып жатырмын. Екінші обменнен қандай ойыншы шығады екен? Бұл жерде бір жақсы елдің ойыншысы. Бразилиялық правый вингер, бұл Рафиня. 102-ші рейтингті Рафиняны бірден ұстадық. Өте жақсы. Мына ойыншы енді бразилиялық Рафиняны бірден ұстап алдық. Ал достар, кезекті обменді ашамыз. Бұл жерде де 100-ші рейтингтер. Ал көрейік, кім шығады? Испандық ойыншы, вратар Унай Симеон сияқты. Бұл жерде Унай Симеон бірден 100-ші рейтингті ойыншыны ұстадық. Өте жақсы қақпашы. Ал достар, кезекті багымыз ашатын боламыз. 60 миллион бір көрейік. Бұл жерде бір жақсы ойыншы түсірсе, жұмсаған хорватиялық ойыншы, правый вингер. Бұл кім екен? Крамарич екен. 100-ші рейтинг. Өте төменгі рейтингтер түсіп жатыр. 3.700.000 дейді кезекті бағасы. Достар, барлығын аштық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде енді жинаған шыққан ойыншылардың ең жақсылары. Бұл жерде айтатынымыз Рафиня ғой. Енді шыны керек, енді бұйырса Рафиняны Сайканың орнына қоятын боламыз. Содан кейін Бергистің тағы біреу шыққан еді, Кристенсен шықты, Крамарич шыққан еді. Енді қалған ойыншылар енді шамалы болды. Ешқандай ойыншы шыққан жоқ қой, енді 100-ден рейтингтен жоғары күткен едім, бірақ енді керек емес екен. Достар, сіздерге кеңес берем. Енді өздеріңізге керек жақсы ойыншылар болып жатса, бір-бірден ашып қоюға болады. Осылай достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, әрқашан қолдаудан
болыңыздар. Енді бұйырса жақсы видео түсіруге тырысатын боламыз. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.